жеңше бар ғой, мен ана Ардақ деген досым бар емес па? Сол көніге кешке жетті, Инстаграмға әжептәуір видео салса да, елдер жаман комментарий жазады екен. Оңбаған, ұятсыз, не бәлек, бір киіммен жүресің, қап-қара, табақтай деп. Қойшы. Сөйткен ғой, сосын бұл ертесің видео салған кезде, кешегі жазғандар бәрі жазған ғой. Я, мен табақтаймын, мен ұятсызбын, осыдан басқа киім жоқ деп. Сөйтсе, елдің бәрі бүйтіп жазыпты. Қой, сен табақтай болса не бопты? Ол Семіргенде тұрған ештеңе жоқ қой. Бір киім болса не бопты? Біздің көңілімізді көтеріп, сауап жинап жүрсің сен бала. Киімде тұрған ештеңе жоқ. Ұятсыз емессің. Ұятсыз адам ұятсызбын деп айтпайды. Сен өте иманды баласың деп айтыпты. Қойшы. Сол сияқты бізде давайте өз кемшіліктерін жазамыз. И бізде де истік қолда жазады. Қойшы. Иә. Онда сен былай жаз. Я, мен қап-қарамын де. Осыдан басқа киімім жоқ. Табандай болып жеңшем берген тамақты ішіп семіріп жатырмын де. Үйді жинамаймын. Өстіп қап-қара болып, май-май болып жүре беремін. Кір-кірмін деп. Өстіп бәр кемшілігін жазшы өзің. Сіз ше? Менікі келесі жол жазамыз, иә? Осы жол сенікі жазып көрейік. Не